Жаңа тәсіл ескіні жоймайды, байытады, баптайды. Кешегі жазушылық дәстүріне жаңа жазу мәнері қосылады, үйренеді, не жиренеді. Қазақ дәстүр тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. Дәстүр әдеппен, әдет-ғұрыппен мыңжылдап қалыптасқан дағдымен күресу, исуастық. Бірақ оның бәрін жаңа жағдайға лайықтамай, жаңғыртпай, сол қалпында ұстануға тырысу, өз аяғында өзін тұсап, өз қолында өзін кескендеумен бара-бар. Дәстүр салтымызды қазақ қалпымыздан сақтап, қалар діл, тіл, дін, ұлттық сана мен ұлттық пайым сияқты өзек жарды мәселелерге әрбір ұлт жанды азамат өзіндік үлес қосуы, жан тәнімен шынайы оғланы болуға ұмтылуы керек екенін түйсінуі қажет. Дәстүрлі әдебиеттен безіну құлқы керендердің кердендігі. Мақал дегеніміз халықтың тұрмыс тіршілігінен, дәстүр салтынан, күллі тәжірибесінен қайнап қорытылып шығатын қағидалар. Тәуелсіздігін жаңадан алған елдердің көптеген ғасырлық тарихы бар, немесе тәуелсіздігін 50 жыл бұрын алғандарға қарағанда өзінің саяси инфрақұрылымында, саяси дәстүрі мен мәдениетінде төзімділік сапасы төмендеу екен естен шығармаған жөн. Қоғам неғұрым танылған сайын тек өзінің болашағына жақсы ықпал ететін дәстүрлерді ғана сақтап, оларды ұрпақтан ұрпаққа біреудегі жауапкершілігін соғұрлым танитын болады. Мектеп осы мақсатта жетудегі бірден-бір басты құрал. Ұрлық, опасыздық бұл ұлттық дәстүрлер емес, ұлттың ішіндегі көркеуделік.